Аязхан Қалыбек ауылдық округі тұрғындармен кездесу соңы Мақтаралдық тұрғындармен жалғасты. Әрбір елді мекен тұрғындарының көтерген мәселелері аудан әкімінің басты назарында. Тіпті осы күнге дейін атқарылып отырған жұмыстар жайында нақтыланып, тұрғындар қанағаттанарлық жауаптарын алды. Бұл кездесуде әрбір елді мекен тұрғындарының мәселелерін арқалаған ауыл ақсақалдары аудан әкімі Бақтасановпен жеке тілдесіп, түйткілді мәселелер жайын баяндады. Тіпті қызыл сызыққа енген тұрғын үйлер мен аулалар жайы да айтылып, жауапты сала басшылары ескертпелерін де жеткізді. Сонымен қатар егін алқабына арналған канал жайы сөз болды. 7 жылдан бері осы судың азабына шегемін. Мынау К20 қыста су қойғанда полный біздің көшеге жышып кетеді су. Барлығы записім бар. Онда көрсетемін. Сіз жер сайда істеп жүргеніңізде, емчес кезіңізде келіп мен үйді көрген едіңіз. Мен сізге көрсеткенім үйді. 10 жылда бір рет пол ауыстырам. Полдан үшіліп кетеді. Қазірдің өзі үйдің астында су бар. Балашаймен судың үстінде жатырмыз. Мына ауыл әкімі де біледі. Нешелеп дегенім. Бірақ мынау канал құрылғанына 40 жыл болды. Өмір бойы ремонт көрмеген. К20 бойынша мен қазір 5 жыл болып аудан әкімі болып келдім. Соның К20 кезінде жекеменшікке беріп жібергенсіздер. Сол совхозда тұрғылықтар. Ана банкротство деген болады ғой. Сол кезде бәрін зат беріп жүрген. Сонымен айналысып, оны бағасын келісіп, қайта түсіріп, оны екі ортада жүріп, облыс әкімі айтып, соны меншікке алдық. Мемлекет меншікке. Естіп ба беке? Соны меншікке алдық. Сөйтіп барып, соған жобаласымен құжат қазір жасап, құда қалса 2 айда жобаласымен құжат бітеді. Сөйтіп сол біткеннен кейін ремонтқа, К20-ті ремонтқа. Сол біткеннен кейін оны біз неге республикаға комитетке береміз. Проект дайын. Министерство отдыха біз уже келісіп қойдық. Нас жобаласымен құжатты қолына береміздер, солар балансын алады да, полностью сол каналды ремонттайды. Сондай қатылған жиында көшеге асфальт төсеп беруді талап еткен Игілік елді мекенінің тұрғыны өзінің отбасылық жағдайын айтып, аудан басшысының жауабын тыңдады. Менің қайнашем бар, соның 3 инвалид баласы бар. Соған жолы жоқ та көшесі. Докторға баратыны бар, ауыратыны бар, соған көтеріп ап шығамыз жолға дейін балдарына. Үйінің алды су басып атады, апайлар барады, сабақ өтуге қиналып өтеді. Сіздер жаңа микрорайон көше, ашқатай көше. Ол бірінші тас төсеп береміз. Өзі қағида сонда да, топырақ жолға бірінші тас төсейміз. Текстіп алып, кейбір басқа төсейміз. Биылға тас төсеп берейік, сол не бар ма, заятты? Табеке, көрістер. Өзі үші не болса көп емес қой жаңа есі. Рахмет. Аудан әкімі тұрғындардың көкейінде жүрген сұрақтарына толыққанды жауап берді. Ал бір қызығы бүгінгі жеке қабылдауға жергілікті тұрғындармен қатар кішкентай сәбиін көтерген аналар да қатысып жеке мәселелер жайын айтты. Ал аудан басшысы Бақтасанов бұл мәселелерді заң шеңберінде шешілетіндігін айтып, жоралғысын көрсетті. Аға сәсетім біраз кіріп кеткен да менің біраз бір сарай, үлкен сарай салатын кіріп кеткен. Ескі қағазда солай тұр, қазіргі қағазда өтірік болып тұр да. Бұлай әжетханаға өтірік емес, зорға кіріп шығамыз. Мынандай жіңішке тастап кеткен да жолда. Қанша кіріп кетті? Где-то осы көлемінше бағанға немен, стойкамен, одан да көп даже. 5-6 метр. Жоқ әжепті. Сен архитектор бар емес па? Архитектор бар, бұл енді бізге енді айтып бар қазір. Неше жылдан бері бізде архитектор бар, есептеп көреді. Сол қағаздармен, если сотқа берсек, көтер алам ма оны? Ескі қағаздармен. Жоқ, мынандай, бірінші ауыл әкімші барады. Барып архитектор бар, барып көреді, екеудің документін алады. Салыстырмайды, келісімдерге, екеуге келісім, қайсы дұрыс, қайсы бұрыстан айтады. Если екеуіз келісімге келемасаңыздар, онда сот арқылы шешеді. Кездесу соңында ауылдық округ ақсақалдары сөз алып, әкім есебіне қанағаттанарлық деген баға берді. Алла берген құлша Ғани Оралбайұлы, ақпарат Мақтарал ауданынан.